Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесімен танысатын боламыз. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Бүгін сіздер сабақта шығарманың жанрлық ерекшелігі мен сюжеттік желісін анықтайтын боласыздар. Сабағымызды бастамас бұрын Білімленд сайтынан алынған бейнебаянды тамашалап алсақ. Күй аңызы әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті, күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипат алады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан түзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, суалған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Міне бейнебаяннан көргеніміздей-ақ, қазір біз сіздермен осы бейнебаян негізінде бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмамыз дайындал, назар сал, оқыңдар әдісі арқылы болатын болады. Бұл әдіс арқылы біз сіздермен шығарманың композициялық құрылыс арқылы сюжеттік желісіне сай талқылайтын боламыз. Уақиғаның басталуы. Шығарма басталғанда екі салт атты Естемес пен Оразымбет күйшілердің Ипан тауының етегінде келе жатқандығы туралы суреттеледі. Уақиғаның дамуы. Екі жолаушының ботасы өлген Бозінгенді көруі. Бұл жерде бағанағы Бозінгеннің зар аңырап келе жатқандығын екі жолаушы күйші көріп, сол Бозінгеннің ізінен еріп кетеді. Шарықтау шегі. Жаңылдың күйшілерді қарсы алуы. Бұл жерде Бозінгеннің ізінен еріп келе жатып, екі жолаушы осы жалғыз тұрған қара үй шаңыраққа түсіп, ол жерде Жаңыл деген қыздың оларды қарсы алуы суреттеледі. Шиеленісуі. Ақсақалдың Естемеске қолқа салуы. Бұнда бағанағы Жаңылдың әкесі Ақсақалдың Естемес күйшіге осы күй арқылы суалған ботасын, осы күй тарту арқылы күйінің құдіретінің қандай екендігін көрсету үшін қолқа салуы айтылады. Уақиғаның шешімі нар идірген күйінің дүниеге келуі. Бұл жерде Естемес күйшінің бағанағы күй тарту арқылы осы ботаның июі және ботаның сүт беруі арқылы дүниеге нар идірген күйінің дүниеге келгендігі туралы толық суреттеледі. Енді біз сіздермен 6 неліктен әдісі бойынша сұрақтарға жауап беріп, шығарманың эпилогы мен прологын жазатын боламыз. Бірінші сұрақ. Қыз бала неліктен қаймықпай жолаушылардың аттарын белдеуге байлады?
Неліктен шал жолаушыларға сусын ұсына алмады? Неліктен естемес күйші жаңылға көз тастай берді? Ақсақал неліктен естемеске қолқа салды? Қыз неліктен нардың емшегін қысып ұстады? Естемес күйші неліктен жолын Оразымбетке берді? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіздер қазір эпилог пен пролог жазуға ұсынылған тірек сөздерді пайдаланып жазыңыздар. Екі күйші бозінген, аяқталмай қалған күй, әке шарты, қыз қулығы деген тірек сөздерді пайдаланып шығарманың эпилогы мен прологын жазып шықсаңыздар. Мәтіндік зерттеу тәсілі бойынша шығармадағы негізгі ойды тап деген тапсырманы орындайық. Бұл жерде бірінші тапсырма күйші Оразымбет пен естеместі салыстырып жазсаңыздар. Бұл жерде ұстазы мен шәкіртін салыстырасыздар. Екінші, тәрбиелік мәні бар қорытынды шығар. Осы шығарма арқылы шығарманың қандай тәрбиелік мәні бар екендігін жазып өтсеңіздер. Үй тапсырмасы. 3 түрлі күнделікпен жұмыс әдісі арқылы мұнда сіздерге 3 сұрақ берілген, сол негізінде шығармадағы ерекше әсер еткен жолдар жазасыздар. Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деген қыз сөзінің астарынан нені аңғаруға болатындығын жазыңыздар. Және жеке түсінік беру ретінде әңгіме қандай ой туғызды деген сұрақтарға жауап беріп жазып жіберсеңіздер. Қосымша ресурс ретінде YouTube сайтынан көре аласыздар және Қазақ әдебиеті хрестоматиясы кітабының 191-199 беттерінен толық шығарма нұсқасын оқи аласыздар. Сау болыңыздар.